Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, армысыздар. Сіздер футбол туралы YouTube каналындасыздар. Өткен демалыс күндері, яғни 27 және 28 сәуір күндері Премьер Лиганың 6 тур ойындары өтті. Турдың алғашқы матчы Қостанай қаласындағы Тобыл Арена деп аталатын жабық манежде жергілікті Тобыл мен астаналық Жеңіс командаларының арасында өтті. Ойындағы есепті матч фавориті, яғни алаң иелері ашты. Көзге түскен Тобылдың сербиялық футболшысы Игорь Иванович болды. Дегенмен екінші номермен ойнаған Жеңіс те өз ойларын іске асырды. 76 минутта Сағи Советтің әуелетіп көтерген добын баспен соғып қақпаға енгізген Жеңістің косовалық шабуылшысы Арп Манай болды. Осы соққының алдында өткен турда ұзын бойының арқасында гол салған Тобылдың франциялық қорғаушысы Ндаеннің кенеттен құлап кеткені Манайға гол салатын өте ыңғайлы жағдай туғызды. Қорытынды есеп 1-1, аутсайдер команда фавориттің алаңында 1 ұпай еншіледі. Бұл Жеңістің осы чемпионаттағы алғашқы тең ойыны. Атырау командасы өз алаңында Петропавлды Қызылжарды қабылдады. Алаң иелері көбірек шабуылдады және олар сол шабуылдарының нәтижесін 51 минутта көрді. Гол авторы Атыраудың белоруссиялық шабуылшысы Николай Сигневич. Ал араға 2-3 минут салып Атырау командасы есепті еселей білді. Қарсылас команданың қақпасына екінші голды салған Атыраудың словениялық футболшысы Якоб Новак болды. Қорытынды есеп 2-0, Атыраудың осы чемпионаттағы алғашқы жеңісі. Шымкент қаласында түркістандық Тұран елордалық Астана командасын қабылдады. Әрине, елордалықтар бұл ойында фаворит еді. Оның үстіне ойынның 6 минутында Тұранның тунистік ойыншысы Бен Чоу қызыл қағаз алып алаңнан қуылды. Ал қонақтар есепті тек екінші таймда пенальтиден аша білді. Пенальтиді сәтті орындаған Астананың сербиялық ойыншысы Алекса Аманович болды. Ал 10 минут уақыттан кейін гвинеялық шабуылшы Усман Камара Астананың екінші голын салды. Қорытынды есеп 0-2 Астананың жеңісі. Сенбінің кешінде болған ойында қызылордалық Қайсар алматылық Қайратты қабылдады. Алаң иелері Қайсар мінезін көрсетті, қонақтар да қайратын көрсете алды. Ал ойындағы жалғыз гол матчқа қосқан қосымша уақытта ғана соғылды. Оның авторы Қайрат қақпашысының қателігін пайдаланған Айбар Жақсылықов болды. Есеп 1-0. Осыған дейін тек бір ғана тең ойнаған Қайсар осы чемпионаттағы алғашқы жеңісіне жетіп премияға қарық болды. Ал Қайрат басшылығы болса бас бапкер Кирилл Кеккерді қызметінен босатты. Жексенбі күні, яғни 28 сәуірде бірінші болып Семейдегі Спартак стадионында жергілікті Елімай мен Шымкенттік Ордабасы командалар кездесті. Ойынның бар жоқ 3 минутында Елімайдың сенегалдық шабуылшысы Сада Тиюп есеп ашып кетті. Араға көп уақыт салмай қонақтар да есепті теңестіре білді. Бауыржан Исламханнан пас алып гол салған Ордабасының гамбиялық шабуылшысы Дембо Дарба болды. Осыдан кейін көрермен салынған гол көрмеді. Қорытынды есеп 1-1, командалар ұпай бөлісті. Ал 6 тур ойындарын Талдықорғанда Жетісу Ақтөбе матчы аяқтады. Бұл матчтағы фаворит команда чемпионат басталғалы жеңіліс көрмеген Азулы Ақтөбе еді. Бірақ онымен жетісулықтар келіспеді және олар ойындағы есепті де бірінші болып аша білді. Ойынның 19 минутында гол салып көзге түскен Жетісудың белоруссиялық футболшысы Антон Шрамченко болды. Ақтөбеліктер екінші таймның басында есепті теңестірді. 50 минутта Максим Самородовтың көтерген добын қақпада тулатқан Ақтөбенің хорватиялық қорғаушысы Матео Барач болатын. Ойынның 70 минутында Жетісу ойыншысы Асқат Балтабек командасын тағы да алға шығарды. Және осы нәтиже матч соңына дейін өзгермеді. Ақтөбенің осы чемпионаттағы алғашқы жеңілісі. Енді назарларыңызға Қазақстан Премьер Лигасының 6 турынан кейінгі турнир кестесін ұсынамыз. Ақтөбе жеңілісіне қарамастан 10 ұпаймен қосымша көрсеткіштердің арқасында көш басында қала берді. Ақтөбеден басқа 10 ұпай Астана мен Жетісу командаларында бар. Олар алғашқы 3 орынды иеленуде. Шымкенттік Ордабасы мен Қостанайлық Тобыл 9 ұпаймен 4 және 5 орындарды басты. Айта кетейік, осы чемпионатта әлі жеңілмеген бір команда ол Тобыл. Ал көш соңында 3 ұпаймен Қарағандылық Шахтер командасы келеді. Чемпионатымыздың сұрмергендер тізімін 4 голдан салған қызылжарлық Евгений Березкин мен ақтөбелік Максим Самородов бастап келеді. Осымен футболдан 2024 жылғы Қазақстан чемпионатының 6 тур ойындары бойынша шолуымыз аяқталды. 7 тур ойындары 4 және 5 мамыр күндері өтеді. Бізді қарағандарыңыз үшін сіздерге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.